Суретке қарап, есептің шартын құрайық. Бақшада 10 сары қызанақ және 7 қызыл қызанақ пісті. Қызыл қызанаққа қарағанда қанша сары қызанақ артық пісті? Есептің шартын құрайық. Сұраққа жауап берейік. Есепте не белгілі, не белгісіз? Дұрыс. Сары және қызыл қызанақтың саны белгілі. Сары қызанақтар жайлы не айтылады? Дұрыс. 10 сары қызанақ. Ал қызыл қызанақ жайлы не белгілі? Дұрыс. 7 қызыл қызанақ. Есептің шартына қандай сұрақ қоямыз? Дұрыс. Қызыл қызанаққа қарағанда неше сары қызанақ артық? Ережені есте сақта. Бір саннан екінші санның артық немесе кем екенін білу үшін көп саннан аз санды азайтамыз. Демек, 10-нан 7-ні азайтамыз. 10 азайту 7 тең 3. Жауабын жазамыз. Қызыл қызанаққа қарағанда 3 сары қызанақ артық болды.